Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін үйде бар қарапайым заттардан осындай пирог пісіретін боламыз. Ортасы влажный, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға S0 категориялы 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне 200 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз бір тегіс болғанша. Араластырып алдық. Енді 200 грамм майонез қосамыз. Үш ас қасық қатты ыстық емес қайнаған су қосамыз. 300 грамм ұн және де 10 грамм қопсытқыш қосып, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Қамырымыз осындай қою болады. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Толығымен бір тегіс болғанша араластырып аласыздар. Пешімізді 190 градусқа қойып қыздырып алыңыздар. Пирогымызды ыдысымызға салып, 190 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аласыздар. Өте үлкен, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.